Өңір мәдениетінің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген өнерпаздар арамызда қаншама. Өздері танылмал болмаса да өнер үшін жанкешті еңбек етіп жүрген бүгінгі кейіпкеріміз Анар Сабырқызы Байгөбек осындай талант иесі. Менің негізгі мамандығым флейта аспабын бітіргенмін. Ол саз колледжін және Алматы мемлекеттік консерваториясын бітіргенмін. Ал енді қосымша өзім үшін дәстүрлі ән өнерін меңгергенмін. Бала кезінен өнерге құштар Анар Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияда білім алды. Білім алып қана қоймай, әйгілі болған Құрманғазы оркестрінің мүшесі де бола келді. Бүгінде Анар Байгөбек өзі келін болып түскен Жетісу жеріндегі Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде флейтадан сабақ берумен қатар, ауыл балаларына дәстүрлі ән, домбыра, қобыз, флейта сынды ұлттық аспаптарды үйретуде. Психологтардың айтуы бойынша, флейта аспабының жүрек тербейтін әдемі әуені күйзеліске түскен жандарға көмектеседі екен. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Анардың бойында флейтаға тән ашық жұмсақтық пен пәк көңілді аңғаруға болады.